Біздің беріп жіберейін, біздің ахат болсын кішкене естелік сіздерге. Азда болса көптей көріңіздер. Айтасың микрофонмен? Мына құрметті қыздар, мына енді жанар қарындасым, енді бұл енді қызым деп айтылма да болады. Сейітжан менен Бейбаршаның қызы ғой, енді біз бәріміз замандаспыз. Бірге өстік, әйтеуір мектепте бітірді. Көп рахмет. Осындай сыйлап келіп марафат жасап атқандарыңызға. Әумин. Мен енді Екібастан 76 жылы үйлендік. Міне енді жаңа айтып жатыр 4 бала, онан енді қазір 18 өрбеген немере бар. Құдайға шүкір бәрі жақсы. Мынау енді 44 жыл мен мына зейнетақы төлеу орталығында жұмыс істедім. Мына қасымда мына балдар келіп тұр, көбісі менімен бірге мына замандас бірге өзімнің шамалы тәрбиелеген балдарым бар. Мына жерде Асылхан келіп отыр, Мереке келіп отыр, Айбек келіп отыр, Гүлнұр келіп отыр дегенде сияқты. Көп рахмет енді. Мына енді кішкентай сәби өссін, өнсін, Беғалиев. Атасы менен әжесінің мақтанышы болсын. Ана мамасы мен папасының мақтанышы болсын. Өссін, өнсін, аяғынан ешкім шалмасын. Ал енді мына жаңа екі балдар неке қойып жатсыңдар. Мына некелерің құтты болсын. Қосақтары мен қосағарыңдар, үлкен азамат болыңдар. Ал енді көбейсін, зейнет жасқа шықтың. 60 жас деген. Енді еңбектің де зейнеті болады деген. 63 жас пайғамбар жасы деп жатырмыз ғой енді. Кезінде мына бұрынғы президент болса зейнетақы жөнінде мына заңға қол қоятын кездерде 65 жас болып апарған ғой жаңа разработчиктер. Сонымен ана кісі бұрыштама соғыпты. Пайғамбар жасы менен шектелсек болады ғой деп. Сол сияқты міне 63 жасқа толып, мына зейнеттің рахатын көріп жатсын. Ұзағынан болсын. Мынау енді көп рахмет құрметтеп жатқандарыңа. Алла тағала сіздерге үлкен өмір берсін, дендерің сау болсын. Мына қасиетті Рамазан айында ұстаған оразаларың, ниеттерің қабыл болсын. Сонымен бірге қатар келген мына Наурыз мерекесі бәріңізге құт берекет болсын. Кеше ғана осы мына жаңа ата заң қабылданды. Бұл ойлаймын осы мына кішкентай бүлдіршін үшін, осы мына жастар үшін үлкен мүмкіншілік беріп отқан бұл үлкен ата заң енді. Енді дендерің сау болсын, әлде де жанар жана Құдай. Көп рахмет, бақыт бол, елеп айтып отқандарыңыз. Жұмыста берекетті болыңдар, табысты болыңдар. Көп рахмет.